Башыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Мариям. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында цомен лагман, яғни ұйғыр тағамы. Бұл тағамның дәмі мен хош иісі керемет болады. Бұл тағамның ерекшелігі еті маринадталады және кеспе ашытқысыз қамырдан жасалады. Ең алдымен жұқа ет кесу керек және етке жұмыртқа сарысы мен қасықтың жартысындай тұз саламыз. Жүгері крахмалын, 2 ас қасық соевый соус және су қосып барлық ингредиенттерді араластырып, бетін жауып 1 сағатқа маринадтауға қалдырамыз. Және бұл тағамды әзірлеу үшін болгар бұрышы, помидор, жуа қажет болады. Бұл тағамға ерекше дәм беретін сельдерей жапырағы, чеснок, укроп, тұз және бұрышы ұнтақталған қызыл ащы бұрыш қажет болады. Осы қоспалардың барлығын жуып, кесіп, дайындап аламыз. Барлығын орташа көлемде әдемілеп кесеміз. Қазанға сұйық май құйып, оны қыздырып, етті саламыз және етіміз румяный тұз болғанша қуырып аламыз. Ет қуырып болғаннан кейін пиязды саламыз және пиязды етпен бірге бірнеше минут бойы бірге қуырамыз. Және 2 ас қасық соевый соус құйып араластырып, дәміне қарай ұнтақталған қара қызыл бұрыш пен тұз қосамыз және болгар бұрышты помидор, чеснок салып, қақпағын жауып, осылай барлығын жоғары отта қуырамыз. Лагманға арналған лапшаның дайындалу рецебі менің каналымда бар. Сол видеоға өтіп, қалай жасалу керектігін қарап шығыңыздар. Ет пен көкөністер бірге бірнеше минут бойы қуырылған кезде алдын ала дайындалған кеспелерді қазанға саламыз және ет пен көкөністі кеспеге қосу үшін ақырын араластырамыз. Ыдыста тағы 1 минут бойы ұстаймыз және содан кейін ыстықтай отбасыңызға ұсынуға болады. Баршаңызға ас болсын және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде бауырларыңызға сеп беріңіздер. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.